Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецептерін ұсынамыз. 51-ші бөлім. Ақ қайың. Қайың ыстықты басып, уытты қайтарады, жөтелді тоқтатады, және де жел құзды айдап, денені қуаттандырады. Ақ қайыңның жапырағының басты ем болатын аурулары. Ақ қайың жапырағы әбден сарғайып піскенде, немесе сарғайған кезде аз мөлшерде қайнатып ішсе несепті айдайды. Өне бойды жел құз алып, дене сырқырап ауырғанда шілде-тамыз айларындағы ақ қайың жапырағына булауланады. Өнімі жақсы, жел құзды айдайды. Істету әдісі. 2 қапқа бұтағынан сындырып, ақ қайың жапырағын толтырады. Қаптың аузын тігіп, сыртынан бірнеше рет су шашып, орап, күн нұрына тастап қойса, жапырақ қызып борсиды да көп мөлшерде жылу шығарады. Науқас адамның төсегінің үстіне бір қабын төгіп жаймалап, үстіне жаялық салады. Екінші қабын шүберектен тігілген матрастың ішіне салып, оны науқас адамның үстіне жауып қымтайды. Жарым сағат мөлшерінде ағыл-тегіл тер шығарады. Науқас адам сүйсінсе болғаны емнің қонғаны. Осылайша 1-3 сағаттан кейін суық тигізбей тазаланып киінеді. Бұл ақ қайың булау деп аталады. Булау артынан сорпалану, қымыз, айран сияқты ақ ішіп күтіну керек. Ақ қайыңның суының, сұйықтығының басты ем болатын аурулары. Қайың сұйықтығы дәрігерлікте кеңінен қолданылады. Сыртқы жарақаттарда қан аздықты, сулы ісікте, туберкулез, қышыма, буын қабыну, қуық қабыну, бүйрекке тас байлану, геморрой және де көз ауруларын емдетуге істетіледі. Егер осы видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.